Сау сәлематсыздар ма, қадірлі ұстаздар мен студенттер. Мен Алматы мемлекеттік бизнес колледжінің кітапхана маманы Сералиева Ботагөз Калиевна. Қазіргі мына заманда қашықтан сабақ оқу, қашықтан сабақ беру кезінде күндеріңіздің қызықты және мәдениетімізді, біліктілігімізді арттыру мақсатында қаламыздағы кітапханалардағы болып жатқан жаңалықтармен сіздерді таныстырғымыз келіп отыр. Бүгін міне Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасында Абай залы ашылып, тұсаукесері болып өтті. Бұл бір барлығымызды қуантатын жағдай. Барлығымыздың іш дүниеміздің соншама бір қуанып, керемет бір сезімге келіп тұрғанымыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Міне бүгін біз Абай атамыздың 175 жылдығына арнап ашылған Абай залында тұрмыз. Осы жерде сіздерді әртүрлі экспозициялармен таныстырамыз. Осы кісінің еңбектеріне арналған еңбектер, сонымен қоса осы кісіге арналған еңбектермен таныстырамыз. Абай танушылардың жұмыстарымен. Осы Абай залында орналасқан экрандары бар. Ол экрандардың арқасында біз осы жерде әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырып, семинарлар өткізіп, дөңгелек үстелдер өткізуге мүмкіндік береміз. Біздің кітапхана жалпы қоғамға ашық. Әртүрлі қайраткерлер, әртүрлі зерттеушілер келіп, осы жерде өздерінің кітаптардың тұсаукесерлерін өткізуге мүмкіндік беріледі. Міне мысал айта кетсек, осы жерде интерактивный осындай тақта бар. Бұл тақтада сіздер өздеріңіз көріп тұрғандай видео көрсетуге болады. Мультимедиялық трибуна арқылы баяндаушы өзі бақылап, өзі жүргізе алады іс-шараны. Сонымен қоса өздеріңіз көріп тұрғандай бұл жерде кітаптардың көрмесі орналасқан. Абай атамыздың өзінің еңбектері бар. Сонымен қоса ол кісіге арналған Абай танушылардың жұмыстарымен танысуға болады. Назарларыңызды мына Абай атамыздың өмір баяны сурет арқылы көрсеткен, назарларыңызды соған аударыңыздар. Әрқайсының жанында Абай атамыздың нақыл сөздері, сонымен қоса Абай атамыздың шәкірттерінің нақыл сөздерімен таныса аласыздар. Еркін Сержанович, сізге көп-көп рахмет. Бізге осындай жаңалықтармен таныстырып, біздің студенттерімізбен біздің ұстаздарымыз көрсін деп, енді болашақта бірігіп бір іс-шара жасасақ деген ойдамыз. Иншалла ойдағыдай бәрі болар. Мына карантинімізден де шығармыз. Шын мәнісінде де бір Абайдың рухын өзіңмен сезіп тұрғандайсың. Мыңда бір рахмет сіздерге. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермендер, біздің кітапханаға келіңіздер. Карантин ережелерін сақтап жүрсек, музейлерге де кіргізуге болады сіздерді. Абай залымен де таныстыра аламыз. Сонымен қоса кітапханада әлде қаншама экспозициялар бар. Олардың бәрін көруге уақыт бөлсеңіздер, ол деген біздің мәдениетімізді де көтереді, біздің білгірлігімізді де арттырады. Біздің кітапханамен толығырақ танысқыларыңыз келсе, біздің музейдің 3D турымен танысқыларыңыз келсе, біз сіздерге арнайы сілтемелерді дайындап қоямыз, сол сілтемелерге өтсеңіздер болады. Рахмет. Рахмет.